Балалар, барлығымыздың оқу құралымыз дайын ба? Кітап, дайын. Балалар, енді біз сендермен бірнеше сабақтан бері мәтін төлеумен танысып жатырмыз. Мәтін төлеу туралы білімімізді тиянақтап жатырмыз. Яғни екінші сыныпта біз мәтін туралы білетін боламыз. Мәтіннің қандай төлеуін білесіздер? Қандай сұрақтар бар? Мысалы, әңгімелеу мәтін сұрағы қандай? Ал сипаттау мәтін? Ал пайымдау мәтін? Жақсы. Яғни мәтін туралы біз екінші сыныптан бастап білеміз, мәтіннің сұрақтарын білеміз, мәтіннің түрлерін білеміз, яғни қай мәтіннің сұрағы қандай екенін барлығымыз білеміз. Енді мен сіздерге қазір мәтін оқып беріп отырып, кішкене неміз бар, қозғалысы, яғни ой қозғалысы әлі. Мен оқимын мәтінді, мұқият тыңдаңдар, сіздер табасыздар ол мәтін қайда жатыр. Күз келді, суыта бастады, адамдар жылы келді, құстар жылы жаққа ұшып кетті. Неге сипаттау деді? Құстар неге бұл сипаттау деп ойлады? Жауап қана? Неге әңгімелеу деді? Жақсы, сонымен қатар оқиғаны баяндап, иә? Жақсы, келесі сөйлем мұқият тыңдаймыз. Күзде біз үйге от жаға бастаймыз, өйткені бұл мезгіл жазға қарағанда салқындау. Сондықтан бос уақытта отын жағып, анама көмектесемін. Қандай сөз бар? Дені деген сөз бар, сонымен қатар дәлелденетін пікір бар, және оны дені деген сөзбен. Жақсы, тамаша. Келесі мәтін күз келді. Дала сары түске боялған, бақтағы алмалар алқызыл түске боялған. Ол жыр піскен, олар өте дәмді. Алманың құрамында пайдалы дәрумендер мол. Алманың түсі, дәмін сипаттап тұр. Және де қандай сұрақтар жауап беріп тұр ол жерде сөзде? Қандай деген сұрақтарға жауап беріп тұр. Жарайсыздар. Енді біраз ойымызды қозғадық. Балалармен бүгінгі біздің осы сабағымызда кезекшіні таңдап алу керек. Ол үшін қазір мына айналма ойынға келейік. Сол жерде біз кезекшіні таңдап алайық. Яғни кезекші бала бүгін маған сабақта көмектесіп отырады. Сол жерде маған қазір кезекші болатын оқушым таңдап береді. Неге кезекші керек маған? Міне айналып тұрады. Ерсұлтан бүгін менің жақсы, көмекшімізді таңдап алдық, тауып алдық. Енді ары қарай балалар, біз сабағымызды жалғастырамыз. Енді мен көмекшіме мына сағат шаблондарын таратып ұсынамын. Бүкіл оқушылар таратып шығасың. Жаққа не көріп десең? Жақсы, әжем. Жақсы. Рахмет, Естан. Барыңыз, әлі болды? Мұнда екі оқуға жетіп барыңыздар. Бүгінгі сабағымыз осы сағат бос ойын арқылы өтетін болады. Бұл ойынды барлығымыз білеміз. Бос уақытта бірнеше сәтте ойнауға болады, иә? Сағат бос ойын арқылы бірнеше тапсырма орындаймыз. Бұл жерде қазір сендер екі кездесу уақытында емессіңдер. Яғни екіншісінде ол дегеніміз бізде бұл ойында екі кездесеміз деген сөз болады. Енді олай болса сағат 12-ні және сағат 3-ті белгілеп қойсаңдар болады. Балалар, екі уақытты белгіледік пе? Иә. Белгіледік. Олай болса, қазір өздері осы екі уақытқа жұптарыңды тауып белгілеп аласыңдар. 2 минут уақыт кетті. Қайталанбау керек жұптарды.
түрлерін және оның құрылымдық бөліктерін анықтау. Және де бүгін сендер қандай табыс критерияларына жетесіңдер, соны да айта кетейін. Мәтіннің мазмұнына қатысты өз ойыңды айтасың, негіздейсің, сауатты жазып, ауызша ойыңды жеткізесің. Әрі қарай бүгін сабақта қандай мақсатқа жетулерің керек? Бүгін сендер сабақта үйренетіндерін және де қандай мақсатқа жететіндеріңді тақтадан көруге болады. Әңгімелеу, сипаттау, пайымдау мәтіндердің ерекшеліктерін анықтайсыңдар. Олардың бір-бірінен айырмашылығын ажырата білетін боласыңдар. Түсінікті ме бізге? Қандай мақсатқа жетуіміз керек екен? Қарайықшы қайтадан. Мәтін түрлерінің ерекшеліктерін анықтаймыз, сосын бір-бірінен айырмашылығын ажыратамыз. Қандай сол мақсатқа жету үшін біз бір-бірі жұмыс істейтін боламыз. Енді мәтін түрлерін тағы бір толық біз бір қабат есіңізге түсіріп кетейік. Әңгімелеу мәтіні, сипаттау мәтіні, пайымдау мәтіні. Енді осы жерде әңгімелеу мәтініне бірінші тоқталайық. Әңгімелеу мәтінінің сұрақтары не істеді, қайтеді, және де ол мәтіннің құрылымы, оқиғаның басталуы, оқиғаның аяқталуы, яғни оқиғаны толық бастан аяқ айтылса, ол әңгімелеу мәтіні. Сипаттау мәтіні сұрақтары, құрылымы, түрі, сипаты, ерекшелігі, және соңғы жағына автор өзінің ойын қосуға болады. Келесі ол пайымдау мәтіні сұрақтары қандай? Және де оның құрылымы. Ең бірінші дәлелдемелі пікір айтылады, сосын дәлелдейміз сол пікірді, одан кейін қорытындылаймыз, шашасына қорытындылаймыз. Жақсы балалар, яғни біз мәтін түрлерін, оның құрылымдық бөліктерін еске түсірдік. Енді ары қарай жұмысымызды жалғастырамыз. Балалар, біз енді уақытты белгіледік. Қазір сағат 12 болды. Кез келген орынға жұмысты тауып отыра аламыз. Тамаша, 12-де кездесетін достарымызбен кездестік па? Иә. Жарайсың. Олай болса, бірден тапсырманы орындауға көшейік. Дәл қазір дәптерімізді ашамыз. Дәптерімізді аламызда, өзімізді батамыз. Ашамыз дәптерімізді. Ашамыз. Ерәлік сен күтіп отырмыз. Ашты. Енді сендерге бұл жұптық тапсырма, бірақ барлығымыз дәптерде жазамыз. Тек біз бірге орындаймыз. Енді жұппен ақылдасып орындаймыз. Бұл тапсырма шығармашылық диктант деп аталады. Мұнда сіздерге орны ауысып кеткен сөздер берілген, сөйлемдер берілген. Сол сөйлемдерді орнына қойып, біз сөйлем құрастыруымыз керек. Яғни мәтін құрастыруымыз керек болады. Қазір мен оқимын. Сөздер. Келді, күз, сарғайды, ағаш, жапырақтары, жиналды, егін, ұшады, жапа, құстар, жылы. Яғни осы орны ауысып кеткен сөйлемдерді, сөздерді алып, бір толық сөйлем құрастырып шығуымыз керек. Кеттік уақыт, кетті балалар. Ақылдасам, жұптарым жин ақылдасып, бірінші сөйлемді дұрыстап құраламыз. Дайын жоқ. Қолымызды алдымызға қойып отырамыз. Мен содан білемін, қай жоқ дайын болғанын. Бір минут қалды, балалар. Бір минут қалды. Уақытта енді үйренеміз. Ербос пен Ансор. Ербос пен Ансор жол көрейік. Ұстап қайда қазір? Болған оқшы қолымызды алдымызға қоямыз, мен содан кім болды, кім болған жоқ. Уақытымыз аяқталуға аз ғана қалды. Тамаша, темірзан мен Айсұлтан да жоқ болды. Жақсы. Уақыт аяқталды. Жарайсыздар, барлығымыз толық үшінші уақытта беттік деймін. Ең бірінші мен темірзан, Айсұлтан жұртынан өтінемін, оқыңыздар жазған сөйлемдеріңізді, орысыздар бір оқиды. Тыңдаймыз. Күз келді, жапырақтар сарғайды, құстар жылы жаққа ұшады. Құстар жылы жаққа ұшады. Бір сөйлемді ұмытып кеттіңдер балалар. Қандай сөйлемді ұмытып кетті? Қандай сөйлемді ұмытты? Екі жиналды, бірақ қалған сөйлемдері дұрыс па? Орнына қойған тамаша қосырпақта қойып. Келесі, Ерсұлтан мен Шынардың жұбы оқи қойып.
Жақсы, рахмет Мансұр. Бір сөйлемді орнына қойды. Жақсы, ол үшін ғимаратқа қойды. Олай болса балалар, өзіміз кездесу уақытымыз аяқталды, орнымызға қайтадан әркіміздің енді біз жаңағы мәтінді, яғни сөйлемдерді дұрыс орнына қойдық па, соны тексерейік. Тақтаға қараймыз барымыз. Оқи, көз келді, ағаш жапырақтары сарғайды, егін жиналды, құстар жылы жаққа ұшады. Кім дәл осылай құрды? Қай жыл? Жақсы. Яғни барлығы дерлік осылай сөйлемді құрдық, балалар. Жақсы. Енді бұл мәтіннің қай түріне жатады екен, балалар? Әңгімелеу мәтініне жатады. Дұрыс айтасыңдар, бұл әңгімелеу мәтіні. Қайдан білдік біз бұл әңгімелеу? Әңгімелеу тұр, балалар, қателеспейміз, әңгімелеу тұр, жарайсыңдар, бұл әңгімелеу мәтіні. Сонымен сендер қазір әңгімелеу мәтінін құрастырыпсыңдар. Әңгімелеу мәтінінде қандай сұрақтар қойылады? Не істеді қайтеді? Жарайсың, жақсы балалар. Енді балалар, біз сендермен екі кездесу уақытын белгілегенбіз. Бір уақыт бізбен жұмыс жасадық, досымызбен кездестік. Енді келесі уақыттың кезегі келді. Сағат 3 болды. Қазір мен сендерге суреттер тиіспейміз. Ол суреттер әзірше мен тапсырманы түсіндірмейінше орындамаймыз, олар? Мынандай суреттер алады. Сәл жыламды қуанды, үте тұрамыз. Енді бақша, бері қарай қой. Балалар, не істейміз? Қандай тапсырма орындайтын қазір түсіндірейік. Сендерге қандай? Қағазда тек шақырған, осыған жабыстырып, топтастырамыз. Сол жерде берілген сұрақтарға жауап береміз. Түсінді ма? Мына қағазға жабыстырсақ болады. Және де ортастырамыз, сұрақтарға жауап беріп. Бұл ойынаты балалар айтып беріп деп аталады. Жаңағы алдарындағы флипчартқа жабыстырып, жанына мынандай сызықшалар қою арқылы топтастырып шығамыз. Яғни сұрақтарды оқып бересіздер. Енді мұқият тақтаға қараңызшы балалар. Бұл ойынымыз айтып бер деп аталады. Яғни сол жердегі суретте жан-жағына сұрақтар жазылған. Соны біз сол сұраққа жауап беріп, топтастыру жасаймыз. Ол үшін сендерге мынандай көмекші сөздер беріліп тұр. Қане тақтаға қараймыз барлығымыз. Тәтті, дәмді, қышқыл, ащы, дәруменге бай, жұмсақ, қатты. Осы сөздерді пайдаланып, топтастырсаңыздар болады. Ал кеттік. 2 минут уақыт беріледі сіздерге. Енді қазір осы орындаған тапсырмаларымды оқып шығайық. Бірінші топ Медина мен Шынар қане оқи қойыңдар. Сендерге қандай сурет берілді? Тыңдап отырамыз, иә балалар? Орнынан тұра қой. Оның түсіні думалап, оның түсі қызыл. Ол қасыда өшеді. Оның дәмі дәмді. Пайдасы дәруменге бай. Одан біз салат жасауымызға болады. Пішіні қандай, түсі қандай, қайда өседі, дәмі қандай, пайдасы қандай деген сұрақтар беріліпті. Барлығына толықтай жауап берді ме балалар? Иә. Келісеміз, иә? Жақсы, Темірлан мен Ерсұлтан. Оның дәмі ащы. Ол дәруменге бай. Ол қатты. Пішіні домалақ. Түсі қандай? Түсі ақ. Жақсы. Ол бақшада өседі. Дұрыс. Келесі Ерәлі мен Мансұр. Қане, айта ғой, не берді? Орнымыздан тұрамыз. Ананастың пішіні домалақ. Оның түсі сары. Ол ағашта өседі. Тағы. Ол дәмі дәмді. Пайдасы дәрумендерге бай. Ұстағанда қатты. Ұстағанда қатты. Әрі ол қандай болады ананас ұстаған кезде? Қабыршық, кенек сияқты болады, жақсы. Келесі. Аяғы мен Азиренің жұмы. Қане? Бізде таңқурай. Таңқурай берді дейді Бажар. Пішіні домалақ. Түсі қызыл. Бақшада өседі. Дәмі тәтті. Жақсы. Пайдасы өте көп. Жақсы, жарайсың. Рахмет, дұрыс та болады? Иә. Дұрыс сипаттап берді, иә? Ал Ердос пен Бажар сипаттай қойды. Қандай
жем іс па сендерге берілген жоқ? Көңіл іс па? Бірге? Жақсы. Алу қандай? Пішіні қандай? Пішіні үшбір сияқты. Түсі қандай? Қызыл. Дәмі? Тәтті. Пайдасы бар ма оның бізге? Бар ма? Қане тұғын? Бар. Балалар енді бір сергі алайық. Барлығымыз эмоцияны қайталау ойынымен бұл жерде қазір мен сендерге көрсетемін. Компьютерден көрсетемін эмоцияларды таңдап аламыз да соны қайталауға тырысамыз. Міне мұнда жасырын ұяшықтар. Осы жерде кез келген ұяшықты таңдауымыз керек. Сосын сол эмоцияны қайталаймыз. Қайсысын таңдасақ болады? Жеті. Жақсы, жетіні таңдайық. Қандай эмоция шығады екен көрейік. Жоқ, мен өнеге келесі. Мирас, қайсыны таңдасақ болады? Осыны таңдайықшы дейді. Жақсы. Ой, жарайсыңдар балалар, енді біз жаңа екі рет кездестік, екі тапсырманы орындадық. Енді екінші тапсырма біз айтып беру ойынын ойнадық қой. Енді сендерге сұрағым келіп отыр. Қандай мәтін құрастырдық біз сол жерде? Неге олай ойлайсыңдар? Жемісті сипаттадыңдар, түсі сары, көлемі домалақ, дәруменге бай деп жемісті сипаттады. Жарайды. Бұл жемістер қай мезгілде өседі балалар? Күзде барлығы піседі, күзгі уақытта. Күз мезгілі қай уақыт ол? Қазіргі уақыт тұрса, қазір біз қай мезгілдеміз? Өз мезгіліндеміз. Жақсы балалар. Жарайсыздар. Олай болса қазір балалар соңғы тапсырмамыз қалды, сол тапсырмамызды орындаймыз. Ол үшін барлығымыз топқа жиналамыз. Топқа жиналамыз. Сендер бірінші топсыңдар, сендер екінші топсыңдар, сендер үшінші топсыңдар. Енді балалар бері қараймыз. Барлығымыз түгел маған қараймыз. Топтың ережесін қайталап алайық, балалар. Топта міндетті түрде тыныштық сақтау керек. Бір-бірімізді тыңдауымыз керек, яғни бір-бірін тыңдайсыңдар. Жақсылап ойланыңдар. Берілген тапсырманы мұқият орындаңдар. Егер де жауап берулерің келсе, қолымызды көтереміз. Егер де жұмысты аяқтасақ не істейміз? Қол шапалақ. Жақсы, тапсырманы түсіндірейін балалар. Мында тақтаның, яғни біздің бөлменің үш жерінен сөйлемдер іліп қойдым. Бірінші топ бірінші сөйлемге келіңдер, екінші топ екінші сөйлемге келіңдер, үшінші топ үшінші сөйлемге барасыздар. Енді сол сөйлемді оқимыз бар. Қандай сөйлем берілген? Мынаны былай көтеріп
Türkleri kullanılarak istifadə. O da deyimiz, hangi ümmetin sifatı, ümmetin peygamberin azalamaz, yani bağlamını hangi ayrıntıları var diye düşünüyoruz. Sonra dikkat bakmalıyız. Hayret bir cümlesi. Hangi de öğren bir cümlesi paylaşıyoruz ama o da deyim, hangi oynardığı biz sifatı, ümmetin bir cümlesi yani söyledi ayrıntılar asılması. Yani biz ayrıntılar ümmetinin vasfıdır. Yani bir söyledi ayrıntılar. Jackson olarak bağlamların cümlesini